Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Seyyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Құрметті жамағат, бүгін сіздермен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның ардақты сахабаларының бірі Сағд ибн Әмір әл-Джумахи есімді сахабаның өмірін таныстыратын боламыз. Сағд ибн Әмір әл-Джумахи, Джумахи деген ол кісінің тұрғылықты жеріне байланысты берілген есімдердің бірі болатын. Күндердің бір күнінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан қатты жеңіліс тапқан, яғни Бәдір соғысында пайғамбарымыздан және пайғамбарымыздың сахабаларынан жеңіліс тапқан мүшриктер пайғамбарымыз бен оның сахабаларына жәбір шектіруді және олардың өздерінің әкелерінің ұлдарының кегін қайтаруды мақсат тұтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сахабаларын көрінген жерде жәбірлеп, оларға зиян бере бастайды. Сол оқиғалардың біріне пайғамбарымыздың ардақты сахабасы Хубайб душар болып қалады. Пайғамбарымыздың сахабасын Хубайбті мүшриктер ұстап алып, адамдарға жар салып, уа халайық, Меккенің сыртындағы Танғим деген жерге жиналыңдар, біз осы кісіні кегімізді алып өлтіретін боламыз дейді. Осы сөзді Сағд ибн Әмір құлағы шалып, адамдардың артына ілесе жүгіреді. Өзінің сондай үлкен денелігі, күш қуатының бекемдігі, адамдардың арасына үлкен иығымен кіріп, адамдарды итеріп, Меккенің беделді болған мүшриктерінің қасына шығуға мүмкіндік туады. Сол жерде пайғамбарымыздың ардақты сахабасын шахид етуге куәгер етеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның ардақты сахабасы сол кезде адамдардан, яғни мүшриктерден, уа халайық, маған 2 ракағат намаз оқып алуға мүмкіншілік беріңдерші деп өтініш білдіреді. Сонда олар соңғы өтініші деп оның өтінішін орындап босатады екен. Ол кісі өте көркем түрде Аллах тағалаға жалбарынып 2 ракағат намаз оқиды. Сонда намазын біткеннен кейін адамдарға қарап, уа халайық, егер сендер мені өлімнен қорқты деп намазын ұзартып жатыр деген ойға бармағандарыңда, мен валлахи бұдан да ұзақ Аллах тағалаға жалбарынып намазымды оқитын едім деген екен. Осы сөздердің барлығына Сағд ибн Әмір куәгер болып тұрушы еді. Сонда мүшриктер Хубайбке барып, өздерінің зұлымдықтарын жасап, денесіндегі еттерін кескілей бастайды. Яғни әрбір жерінен, бетінен, құлағынан кішкентай кесек-кесек еттерді кесіп алып, сөйтіп сондай бір өліммен өлтіруге белі буады. Сонда әрбір денесіндегі етін кесіп жатып, егер сен осында босап кетіп, пайғамбарымызды ұстап, сонда оның еттерін кесіп жатып, қалайсың ба, Мұхаммед, осы сенің орныңда болып, сен босап шығып, сенің орныңа соның болғанын деп қайта-қайта сұрап, оның етін кесе бастайды. Сонда Хубайб, валлахи, егер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның аяғына бір тікен кіріп жатса, мен бала шағаммен бірге үйде рахат отырғанды ұнатпаймын деп айтады. Сонда Мекке мүшриктері барлығы айқай салып, өлтіріңдер, өлтіріңдер дейді. Осының барлығына Сағд ибн Әмір куәгер болып тұрушы еді. Демінің шығуына соңғы сәттерде көзін аспанға қаратып, жаратқан ием, бұлардың барлығын біртіндеп құрта көр, еш қайсына өмір берме, оларды аяма деп Аллах тағалаға қарғыс дұға жасайды. Содан кейін ла илаха иллалла Мұхаммад Расулалла деп калимасын айтып дүниеден өткен екен. Арадан біраз күндер өтіп, Мекке халқы бұл болған оқиғаның барлығын ұмытып кетеді. Бірақ Сағд ибн Әмір жаңағы Хубайбтың оқыған 2 ракат намаздары, Алла тағалаға жалбарынып тіреген қарғыстары ояу жүрсе көз алдынан кетпейтін болады, ұйықтаса түсінде көретін болады. Күнделікті осы оқиға қайталана бергеннен кейін, ол Аллах тағала жүрегіне иман беріп, Мекке халқының алдына шығып, уа халайық, куәгер болыңдар, мен Аллах тағаланың дінін, исламды қабылдадым, ла илаха иллалла Мұхаммад Расулуллах деп калимаи шахадатын айтады. Осында біздің көретін ең маңызды нәрсеміз, ана Хубайбтың жағдайы бұның басына
келуі мүмкіншілігі болса да, оны ойлай тұра, ол жаңағы иманын халықтың алдына шығып жария еткен болатын. Сосын ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның алдына барып, өзінің кәлимаи шахадатын айтып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламмен өмірін жалғастырады. Ол кісімен көп соғыстарға қатысып, өзінің ерлігін көрсетеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дүниеден өткеннен кейін, оның екі бірдей ардақты сахабасы, әуелі Хазіреті Әбу Бәкір, сосын Хазіреті Омар радиаллаху анхудың халифалық тұсында қынабынан суырылған қылыш сияқты қызмет атқарған болатын. Ол сондай тақуалығы, сондай иманына бекемдігі, өзінің сөзінде, ісімен бірлігінің арқасында осы екі бірдей ұлы сахаба оның насихаттарын тыңдайтын. Хазіреті Омар радиаллаху анху халифа болғанда, оның алдына сол халифалықтың бірінші күні келіп, «Ей Омар, саған насихатым бар» дейді. Омар радиаллаху анху айт дейді. Сонда Саад Омарға қарап тұрып, адамдардың ісімен шұғылданған кезде Аллах тағаладан қорық дейді. Ал Алланың бұйрықтарын орындап жатқан кезде адамдардан ешқашан қорықпа дейді. Және сол сияқты халықтың жағдайында бекем тұр. Өзіңе қалайтын нәрселердің барлығын халқыңа қала. Әрбір аузынан шыққан сөзге ісің сай болсын. Өйткені аузынан шыққан сөзбен ісінің бірлігі толық мұсылманшылықты білдіреді деп насихатын айтады. Арадан біраз уақыт өткеннен кейін Омар радиаллаху анху бұл кісіге келіп ұсыныс жасайды. Шам қаласының бір өлкесі Хамис деген жерге әкімдікке сені тағайындамақшымын дейді. Сенен артық ол іске лайықты адам көрмей тұрмын деген кезде, Алланың атымен сұраймын, мені бұндай іске араластырмашы деп жалынған екен. Сонда Омар радиаллаху анху ашуланып, мені барлық іске басшы қыласыңдар да, маған ақыл айтасыңдар, бірақ осындай іске келген кезде мені жалғыз тастап қоясыңдар ма? Валлахи, бұл істе сенен басқа ешкімді қоймаймын, сені осы жерге тағайындаймын деп, сол жерге тағайындап қояды. Сөйтіп тағайындағаннан кейін, саған өзіңе лайықты бір айлық шығарайық дейді. Сонда айлықтан бас тартып, мен не қылам оны? Онсыз да байтулмалдан алып жатқан, яғни қордан алып жатқан ақша менің тұрмысымнан артық болып қалып жатыр деп, яғни тағайындаған айлығын қайтарған екен. Арадан біраз уақыт өткеннен кейін Хазіреті Омар радиаллаху анхудың алдына Шам өлкесінен өзінің біраз сенімді адамдары келеді. Ол кісілерден сұрайды, өздерінің өлкелеріндегі қатты мұқтаж болған кісілердің тізімдерін маған жазып алып келіңдер. Оларға қайырымдылық жасап, садақа берейік дейді. Сонда олар Хазірет Омар радиаллаху анхудың алдына біраз тізімдерді алып келеді. Омар радиаллаху анху тізімдерге қарап шығып, тізімдердің арасында қараса, Саад ибн Амр деген жазуды көреді. Саад ибн Амр деген бұл кім дейді? Біздің басшымыз, сендердің басшыларың садақаға мұқтаж ба дейді. Иә, ол кісінің үйінде айлап түтін шықпайды дейді. Осы сөзді естіген Омар радиаллаху анху қатты жылайды. Көзінен аққан жастары сақалын толығымен сулап жіберген болады. Сонда Омар радиаллаху анху жеке бір түйіншікті алып, соған 1000 дирхам салып, мынаны жеке менің атымнан беріңдер, өзінің жағдайын жасап алсын, қызметші алсын, үйіне ас ауқат алсын. Жеке менің атымнан деп міндетті түрде атымды айтып тапсырыңдар дейді. Өйткені ол білетін, одан келген ақшаларды қайтаратындығын. Сөйтіп олар жаңағы Омар радиаллаху анху берген дирхамды алып кетеді, 1000 дирхамды. Келіп Саад ибн Амрға табыстайды. Саад ибн Амр жаңағы түйіншікті ашып қараса, ішінен алтын шығады. Сонда дауыстап бақырып жібереді. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун дейді. Бұл сөзді мұсылман баласы жалпы басына бәле келген кезде айтатын сөз етті. Әйелі қорқып кетеді. Не болып қалды отағасы? Мүминдердің әміршісінің басына бір бәле келді ма? Жоқ дейді. Мұсылмандарға бір зиян тиді ма? Жоқ. Одан да жаманы болды дейді. Одан да жаман не нәрсе болды? Үйге дүние кірді. Ақыретімізді бұзатын дүние үйге кіріп, ақыретімізге араласып жатыр дейді. Әйел айтады,
онда одан тез арада құтылу керек қой дейді. Сен маған көмектесесің ба дейді құтылуға. Әйелі иә көмектесем дейді. Әйелі бірақ оның дирхам екенін білмеген еді ол кезінде. Сонда әрқайсысын жеке бір шүберектерге орап, осыларды барып мұқтаждарға тарат деп әйеліне береді. Әйелі барлығын мұқтаждарға беріп тастаған екен. Сөйтіп арадан аз уақыт өткеннен кейін осы Шам өлкесіне Хамис деген жерге Омар радиаллаху анху зияратқа келеді. Зияратқа келген кезде ол жерді адамдар кіші Куфа деп атайды екен. Өйткені Куфа халқы өздерінің әкімдерінің атынан көп шағым айтатын болғандықтан, бұл жердің де адамдары жиі әкімдеріне шағым айтады екен. Сол себепті бұл жерді кіші Куфа деп атаған екен. Омар радиаллаху анху сол жерге келе салысымен адамдар жаңағы Саад ибн Әмірге шағым айтуға жинала бастайды. Сонда Омар радиаллаху анху Аллах Тағаладан сұрайды: "Уа Алла, Саадқа деген менің ойымды өзгерте көрме. Оның менің ойымдағы нәрсемді өзгертіп, менің алдыма басқа нәрсе, басқа сипаттарын маған бере көрме" деп Аллах Тағаладан дұға жасаған екен. Сонда халық жиналғанда: "Ал енді айтыңдар шағымдарыңды" деген кезде, халықтардың шағымдарын естісеңіз, шынымен де күлкілі жағдай еді. Бірінші шағымы: күн шықпай біздің алдымызға шықпайды дейді. Сонда Омар радиаллаху анху Саадқа айтады: "Бұған не деп жауап бересің? Осы рас па?" дейді. Сонда біраз үндемей тұрып, Саад: "Бұны айтқым келмеп еді. Ал енді мүминдердің әміршісі сұрады, міндетті түрде айтуым керек" дейді. "Бұл жағдай рас" дейді. "Менің қызметшім жоқ. Сондықтан мен таңертеңгі намаздан кейін намазды аяқтап қамыр илеуге кірсем. Қамыр илеп, оны жақсылап бабына келтіріп, көтерілгеннен кейін оны нан қылып пісірем, сосын барып жақсылап дәретімді алып халықтың алдына шығам" деген екен. Омар радиаллаху анху ішінен "Альхамдулилля" деп тұрады. Екінші шағым айтқан кісі: бұл кісі түнде ешкімді қабылдамайды, яғни ешкімнің сұрағына жауап бермейді дейді. Сонда Омар радиаллаху анху: "Бұл рас па, иә Саад? Бұған не деп жауап бересің?" дейді. Сонда Саад радиаллаху анху: "Мен күндізімді халыққа, түнімді Раббыма арнадым. Сондықтан Аллаға құлшылық қылам, адамдарды өзімнің құзырыма қабылдай алмаймын" дейді. Үшінші шағымы: айына бір рет біздің алдымызға мүлдем шықпай қояды дейді. Сонда Омар радиаллаху анху: "Я Саад, бұған қалай жауап бересің?" дейді. Сонда Саад радиаллаху анху: "Менің ешқандай қызметшім жоқ деп жаңа айттым. Сол сияқты мына үстімдегі киімімнен басқа киімім жоқ" дейді. "Айына бір рет сол киімімді жақсылап жуамын және кептіріп қоямын. Сол уақыт аралығында маған бір күн уақыт кетеді. Сондықтан мен халықтың алдына шыға алмай қалам" дейді. Яғни ода бір ешқандай бір демалыс, жексенбі деген нәрсе болмағанда, айына бір рет шыға алмайды, халқын ұялады, сонда да шағым айтады. Төртінші шағымын айтады. Ол шағымында кейде бұл жиналыста отырған кезде жынды адам сияқты есінен өзінен талып қалады дейді. Сонда Омар радиаллаху анху айтады: "Бұл рас па? Бұны қалай түсіндіресің?" дейді. Сонда ол кісі айтады: "Бұл рас" дейді. "Мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сондай бір Хубайб деген сахабаның шахид етілгеніне куәлік еттім. Оның сол өлерінен алдын 2 ракат намаз оққан өз көзіммен көрдім. Және соңғы демі шығып бара жатқан кезде: "Уа Алла, бұл халықты жойып жібер" деген дұғасын жасаған еді. Сонда мен халықтың арасында тұра, оны құтқара алмағандығымнан Раббымнан күніге, уақыт сайын, әр секунд, әр минут сайын қорқып, Аллах Тағалаға жалбарынам. Сол нәрсе есіме түскен кезде мен есімнен адасып танып қалам" деген екен. Яғни соның бір мұсылманға жәрдем бере алмағандығы сондай күйге, сондай күйзеліске ұшыратқанын біз көріп жатырмыз. Енді құрметті жамағат, осы сахабаның өмірінен алатын өте үлкен ғибраттар бар. Яғни мұсылман бауырының жағдайын көп ойлау, басшылықтағылар халықтың жағдайын ойлау, сол сияқты әр нәрсеге болмайтын шағымдарды айта бермеу, жоқшылыққа сабыр етіп, баршылыққа
шүкіршілік ету. Әрдайым дүниеге берілмей, мал мүлкіміз болса қолдан келгенше садақа етіп елге тарату. Және қандай да бір істе болар болмас нәрселерге шағым айтпау. Ал егер шағым айтылып жатса, оған міндетті түрде қашпай жауабын беру. Сол сияқты мұсылман бауырыңа, яғни өзіңе қалаған нәрсені мұсылман бауырыңа қалап, осының барлығы біздерге сахабалардың өмірінен түйетін үлкен өнегелі ғибраттар екен. Альхамдулилля, уассалату уассаламу аля расулилля.